Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге бұл Жантек KZ арнасы. Достар, бүгін біздер ресторан тайконымызды ойнауды бастайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізге өзіміздің клиенттерімізді қабылда деп тұр. Біз өзіміздің ресторанымызды ашамыз осы тайконды және де дамытамыз ғой, короче. Менің ойымша бұл өте қызықты болатын сияқты. Қазір активный болатын ойындардың бірі осы. 14 мың адам аз емес ол да. Міне, оған күрішім, мынау күріш пе? Сорпа ма? Күріш екен. Күрішін жеп бізге қазір көрсетіп жатыр қалай ойнау керек екенін. Сосын ақшамызды ала берсек болады деген, иә. Мұнда жақсы ғой, жақсы ойнауға болады. Қазір мыналарды таңдап алсын менюдан. Өзіміздің ресторанымызды әрине әдемі қылып жалғастырамыз ғой, короче. Мынаны төбеге қойып қояйық қазір. Қарап тұрғандарыңыздай мен видео жазысымды ауыстырдым. Негізі жаңасын тартқан едім, ол онша емес болып шықты. Яғни қатырай береді, қатқала береді да, ал бұл жақсырақ екен. Біз қазір мыналарды тағы да күріш сұрап отырмын. Менің ойымша бізде күріштен басқа ешқандай меню жоқ сияқты, соған қарағанда. Менюда күріштен басқа ешнәрсе жоқ. Қазір екеуінің тамағы дайын болсын, бірдей апарып берем екеуіне де. Достар, сіздер үшін осындай мен әдемі заттарды түсіріп жатырмын. Roblox'та мысалы керемет контенттерді, сол үшін лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздерші, өтініш. Сонда біз дамыған сайын қызықты ойындарды түсіремін. Не только Roblox, одан басқа да бір керемет ойындарды түсіруге болады ғой, достар. Қазір бүкілін пісіріп тастайық. Мына ойынды енді ғана ойнап жатырмын. Шын керек, әлі түсінген жоқпын. Бірақ қызық ойын сияқты былай. Ақшамызды алайық. Мынау қабылдап тұрады, біздің жұмысшымыз. Уже бізге жұмыскер беріп қойыпты. Бұл жақсы ғой. Зато бізге көмектеседі. Көп затты істеп отыр. Жоқ, біз бір заттан апара аламыз, бір жаман. Бірақ оны дамытуға болады, негізі. Мына жерден дамытуға болады шығар. Жоқ, мынау заттарды сатып алатын жерде екен де, соған қарағанда. Так, бізге өзінің заты алды. Қазір дамытып көрейік біз мұнда мына жақтан дамытатын беді. Так, тоқта, бұл жоқ, бұл емес. Қай жақтан дамытады? Осы, наверное. Жоқ, әлі түсінген жоқпын, қай жерден дамытады, ё-моё. Мына жерден ба? Мына жер жұмысшыларды алатын орын. Бізде қазір не бар? Бізде қазір бір орындық қана бар да. Соған қарағанда былай қойып қойсақ ше. Былай болады, иә? По-моему болады. Вот нормально. Так, бізге бірінші күнге ақша беріп жатыр. Менюға біраз зат жиналып қапты ғой. Бір-бірде пісіріп отырамыз ғой. Біз тез бітіріп тастауымыз керек қой. Неге толып тұр дейді? Мынау орыншы. Так, ақшаларын алайық. Так, біз енді қалай үлкейтсек болады бұны? Наверное, бірінші уровенімізді көтеріп алу керек сияқтымыз біз. Біз тамақ жасаудан екінші уровенге өттік, е? Вообще уровен жоқ па? Как күте тұр. Так, біз енді екі заттан аламыз ба? Как күте тұр, оны да көріп керек. Пісірейік, давай. Екі заттан алуға бола ма, сұрағым? Так, алайық. Алып кеткен есін ол. Тоқта, мен тексерім керек ма? Мен әлі тексермедім да ғой оны. Жоқ, біз екі заттан аламаймыз. Жаман, екі заттан аламаймыз. Бірақ не үшін? Біз өзінен көтерілді емес пе? Жеп тастаған тамақтарын қара, ё-моё. Алмаған ғой. Қай жерден жаңартып? Бұл группа жаңарғанда. Біз өзіміз жаңартатын жер керек. Мына магазин деген жерге кіріп, көп адамдар отыратын неғып тастайық та онда.
Кеше магазинімізді жауып тастай аламыз ба біз? Жауа алмаймыз ба? Мен қазір жауғым келіп жатыр ше. Оқшаға күте тұрмын да. Сендер тамақты жемейсіңдер? Әкер. Жерде ал кет қылды соңғы қарағанда. Бәрібір кетсе де кетпесе де. Мен қазір просто ше үлкен орындық жасайын деп жатырмын да. Зато жақсы болады. Сатып алайық магазиннен. Так, елуген андай бар екен да, Бұл нормальненько. Болмаса 100-ге... Ей, не болып кетті? Күте тұрға. 50-ге осындайдан болғандай. Бұл не өзі? Ой, мына жерге қоятын ба ол? Блин. Мақұл, хотя. Қоя салайық енді. Не істедік, кәдімгі орындықты ала салуға болмайтын ба еді? Мынау ше. Тоқташы, бірінші ойланып алайықшы, қоятын зат па? Тамақ жейтін зат па өзі? Главное, тамақ жейтін зат болса болды. Мен қателесіп кеттім ғой. Мынаны алсақ болады, қазір екеуін аламыз да, неға қоямыз. Тоқта тағы алайық. Әдемі екен. Уақыт болады енді досым, болады. Бізге тағы орындықтар керек. Пока что мынандайын құрастырайық. Болды, әдемі болды. Енді нормально. Да, адамдар келсін тез. Мұнан әлі несін алмапты ғой, толықтағын. Холодильникте не бар? Холодильникте ашамаймыз ба? Холодильникте ашамай дегенбіз. Қазір сонда біз уровеніміз көтерілем дегенше как-то ойланмайық не істеуімізді. Уровень көтерілген сайын сонда дами береміз да. Ал қашан біздің типа үлкен ресторанымыз болады. Үлкейтеміз қашан. Тоқтана жерге 350 теңгеге фирманы ашсаң болады дейді оны. Ақша жинай алғанда сол фирмаға. Қараңыздаршы, әдемі қалды ғой ол. Осы әдемі болып қалды. Блин, бізге тамақ жасайтын адам керек, сонда. Тамақ жасайтын адам ғана керек. Так бізден бәрі нормально. Как те тұрғанда жұмыс кім не алады бізге? Шефке міне. Болды енді бізде. Жұмысқа келді. Болды, жасай береді. Смело. Неқта ақша тегіннен тегін келе береді бізге. Біз мұнда жай ғана күтіп отырамыз. Хотя мына біреуін қоя салуға болады ше, бір любой жерге қоя сал. Қызықтырмайды екен қаяқ. Бірақ что-то адамдар сразу келгенде бұл жақсы, біздің дамуымызға көмектеседі. Бізде 35-ақ доллар қойын. Бір 0-ді ұмытып кеткен сияқты что-то. Жоқ, тоқта, бізге пеш керек. Бізге пеш керек. Тез дайындауға ше. Нәне. Ой. Еще. Жуға тастайтын адамда керек, Аны тастамай ма сонда? Оған бәрі сияқты. Оған бәрі өрке, тоқта. Ой, бұл жерге емес. Бұл жерге деміз. Мынау жер официант керек та. Тазалайтын адамдар екен. Тоқта, ақшамызды алайық. Ё-моё, неге аз ақша беріп атсыңдар? Давай, көп беріңдер маған керек қой. Что-то ақшаны жай тауып отырық та біз. Достар, сіздерге ұнап жатыр ма ресторан ойын? Ұнап жатса мен 100% жалғастырамын мынаны. Соңына шейін ойнаймын. Уже 3-ші уровеньге көтерілді, базар жоқ. Бізге қазір тазалайтын адам керек, сонда болды, автоматический ресторан болады мынау. Давай, тамақтарын жеді. Давай, шық, тез, шық, ақшаны бер. Ё-моё, қазір жұмыскер сатып аламыз. Міне.
Бұл біз жай ғана няқта отсақ болды, атак. Бізге жинастырып берет бәр. Тағы күте тұрайық енді. Соған қарағанда, мынау автоматический болады, Ямай айтатын зат тағамады негізі. Мыналар ақшаны жайдан аздан беріп жатыр ше, негізі сразу 100-ден беру керек. Мыналар 10 теңгеден беріп жатыр ма? Ой, екеуде орындалып тұр. Үшінші орындалған. Бірақ 75 теңге болды, Халдинг не үшін? Квест орындалды дейді. Квест орындалды міне. Отсы. Кетіп барды ғой, берсе. Ойбай, ақша жинау не үшін не болып кетті? Бағана ғана нормально жинап отқан сияқты едік қой, дұрыс па? Бізге сразу бірақ жұмыскер бергені жақсы болды да, еше қымбат емес екен, болын алып алу керек. Арзан екен. Достар, қараңыздар, мен мына жерге үлкен ресторан ашып даму үшін. Басқа адамдардікіне барып көріп беруге болады шығар. Так, бұлардікінде не бар? Базар жоқ, бұларда дамып жатыр. Еще менюда басқа заттар бар. Базар жоқ, маны тауыстырып тастаған. Еще вип қонақтар келеді. Бүкіл жайы. Біздікі осы дамып жатқан түрін қара. Ойлайын, ладно, болады. Так, үлкейс, егер осы ресторанымыз үлкейсе, по идее, көп зат қоюға болады да, что? Пеш біздің екен ба, не біле, біз балағын бойы метең біз? Нәтесіз алды, былай істесеш. Қамын ау? Ё-майо, мен бағаны кет қозым. Жиналған ақшасы осақ па не бөлі? Бағана квест орналды деп атыр едің. Жо, болай болмайды. Бізге ақша көп керек. Отыратын орындық бар екен, неқті неге қоймаған? Көп адам келе берсін, достар. Көп адам келсе де жақсы. Қазір бір орындықпен біріне сатып алайық та, дұрыс қой? Қазір солай сатып алайық. Төбеге көтерілейік. Бір осын сатып алайық та. И осын сатып аламыз. Болды. Енді қазір неға қояйық. Болды. Әдем болу. Қатыры. Осылай жалғастырып, неқата біреуін қоямыз, неқата біреуін болды. Аты неқа орын қалмайды, или до конца істей салған дұрыс па? Қалдысынды ше, деп тұру. $65 болды, найс. Көп адам келу керек, көп адам осылай. Жиналып қараңдаршы, отбасы болып отыр болған шығар. Күріш сұрап отыр да. Қазір күріш та кеп береді. Не істесек болады, достар, біз ойланып тұрмын да ше. Мына орындықты артқа қарай жылжытсақ қалай болады, дұрыс па? Артқа қарай жылжытсақ нормально болады ойлаймын. Мынау ферманың жері, мына жерге тағы да бір орындықтарды қойып жіберсек, онда болады. Қараңыздар, қанша адам келген, толып қалған ғой мына жерде. Бұл бізге пайда. Давай отырсай. Сұрап кіретін есің. Біз фермаға ақша жинап отыр қой, білейін, біз ұмытып кеттік. Так, тоқташыналар. Орында үлгермей жатыр екен, күте тұрайынан. Жұмыскерлерді дамыту керек. Ой, ақша сатусақ бар ең, күте тұрмын да. Дамытайық мын. Ой, бізге ферманы ашу керек ол үшін.
Тоқта, біз мына нені дамытайықшы, ё-моё, мынау жай жұмыс істеп жатыр ғой бұл. Тоқта, біз өзіміздің шегімізді дамыту керек. $200 кетіп бар. Бірақ үйелмей жатыр ғой. Не істейміз енді, күткеннен басқа амал жоқ. Мыняқта ақшамды аз береді. Мына жерде бір нәрсе ашылыпты. Әне. Мына жерді көрсетіп отыр. Давай, тамақтарын тез апаршы. Не деп отыр ғой? Бұл бізге еще 4-ші уровеньге көтерілді. Мына жерде. А еще достар, осы ойынның 2-ші бөлімінде бар дейді. Бірақ біз осы 1-ші бөлімін ойнай берейік енді. Қараңыздар, күшсімі дамытқан. Негізі бізге қалай айтсам аз теңгеден береді да. Қараңыздар, міне. Мынау, бұл емес. Бұл жер емес. Мына жерден қарай. Мына жер. Бізде нан $15 береді да. Помидордың сорпасы ол $18 береді да. Ал картоп болса $21. Енді біз соған ақша жинаймыз. 225 болды бізде. Давай, біз бош тез күтуде біраз уақытынан. Бершеу, ап кетейін. Кет бар оны. Енді біз не істейміз? Күте тұрайық па, білмеймін. Мен ойымша мына ферманы ашқанда бар ғой, сол уақытта біз дамып бастайтын сияқтымыз. Оған шейін қазір көре тұрайық енді. Мына жерде қандай тамақтар бар екенін. Біртіндеп ашу керек па? Ет керек екен, стейк, базар жоқ. $81 береді екен оған. Бізге нанның өзі нормально болады ау. Бірақ мына ақшамен бізге оған жету қайда? Еще бізге 2-ші жерін ашу керек қой, достар. Как ете тұрыңыздар, мен сүтті осыны қарап келейін. Ананың ресторанын қарасаңыздар, ё-моё. Ресторан ма деп ойланып қалатын жері. Қатып кеткен ғой, базар жоқ. Мына 1 миллион жері бар ғой. Еще балмұздақ сататын жері бар. Неше түрлі тамақ, ойбай, қатып кетті. VIP қонақтар келеді ғой, ё-моё. Қайта саламыз онан. Қатып кетті ғой ішіне кіргенде. Мұнаныкі болады, мен сияқты екен де. Көрдіңіздер ма? Базар жоқ анамын, не істеймін? Бізді қазір 285. Тағы кішкене ақша қалды үшін. $70 ма қалды, $70 қалыпты. Қандай долларда, мен даже сөйлеп ұмытып жатырмын уже. Не үшін екен өзім де білмеймін. Давай, ақшаны көп бер бізге. Үлгермей жатыр ғой, ё-моё, тез көмектесейінші. Әкесі аптастайын да, басқа жасамай, не білем. Давай, жақсы жұмыс жасаңдар, бізге керек. Бізге көп ақша керек. Ё-моё. Бізге айтпақшы қазір 200 теңге береді жүр. Жоқ, бізге 200 теңге тап депті. Да наконец-то. Ашамыз уже. Бізге қазір бидайдың несі. Терек. Кәйтек нан жасаймыз.
дейді? Қостым ба? Так, қостым ба? Болды, қостым. Мынау бидайларды қаяққа апарсақ болады біз? Нәжіме? Біз бидайды қалай апарамыз? Қаяққа апарамыз оны? Бізде бір бидай бар екен. Так, біз енді не істесек болады? Бізге енді көп адам келу керек қой. Мынаны қарашы. Так, бізге екі стол алу керек не қата. Бізде 4 бидай бар. Соны 4 бидайға не істесек болады қазір? Біз бидайда не істейміз? Оны айтсаңдаршы. Мен түсінбей жатырмын вообще. Видеоны жүріп жатқанына почти 30 минуттай болған шығар. Мен ойымша осылай бір түрлі болып жатқан сіздерге қызық емес шығар. Ну ладно, хотя бы түсіріп жатырмын. Міне басқа біреулердің базасына барсам мықты қарасаңыздар. Даже қатып кетіп жатыр. Мынаны базар жоқ. Қайта саламыз. Кішкене ақшалай көмек беріп жүрсе нормально болады еді. Типа тағы да магазиннен басқа заттар сатып алайын деп жатыр, иә? Бопты, онда біз қазірше артылған затымызға бір нормальный заттар сатып алайық. Стол сатып алайық мынандай. Берсей. Чё бізге болма? Болды, бәсе? Бағана тупы жетіп қалу. Мен 2 стол алдым. Болады. Міне, енді осы болады. Бізге бірақ орындық жоқ та, иә? Ақшаны алайық, ақшаны алайық та орындыққа не қылайық, жұмсайық. Ана сатып жүруге бола ма вообще? Мақұлынды сатпай қойып. Біз қазір орындық сатып аламыз. Тағы бір орындық, сосын тағы мынаяқтан бір кішкене ақша алайық та. Как раз екеуін не қыламыз? Ақша береді қазір бізге. 2 орындық сатып аламыз. Не болып кетті? Мен уже сатып алғанмын. Шошып кеттім. Неге сатып алғаным көрінбеген сияқты еді? Шотам, достар, әдем болып қалды ма? Әдем болып қалды ма ойымша? Азыр жоқ болды. Негіз, ақшаны тез тауып атқан жоқ, біз соң ақшаны тез тауып атқан жоқ болғандықтан біз не болып жатыр да? Қатты қызық емес болып жатыр, бірақ болады ойнауға. Еще мынау жұмыс жасайтын адамдарды да жаңарту керек. Бидайлар тереген. Мынаны сұрап жатса. Бізде қазір 5 бидай. Мына адамдар көп келіп жатыр, бірақ ақшаны бізге аз беріп жатыр ғой. Еще бізге көп әлі дамыту керек мына тайпымызды. Мына жақтан қарасаңыздар, мына жақтан жер шығарып, ана жақтан шығарып. Бұлар мықты дамып кеткен деймін, біздікі әлі қалып қойған бұл. Біздікі бот қой әлі. Тез пісірмейді та көріп тұрсыздар. Біз сонда ақшаға как жетір, онда біз пеш сатып алайық. Қандай пеш сағына? Пеш сатып алайық та, пеш. Пеш емес, пеш. 200 теңге тұрады, прикинь. Е-мое, не істерімді түсінбей жатырмын мен. Мынау гар тұрады ғой, не беле гар? Не ол вообще? Менде гар да жоқ, дым жоқ менде. Қандай гар? Қоғамы, кет бар. Так,
так бізде ақша жиналған. Ой, далада мына жаңбыр жауып жатыр ма десем. О, көріп тұрғандарыңыздай, мына шет жақта бізде бір нәрсе тұр екен, көріп қайтайық. $1250. Тоқта, бізге ақша береді 45 теңге. Ол дымға да жетпейді сол баяғы. Жо, достар, бізге менюді жаңарту керек. Көріп тұрғандарыңыздай, мұндай бізде бағалы еш нәрсе жоқ. Какой-то бір күріш пен нан. Сухойда жей береді ғой, еще. Су жоқ. Мақылында. Помидорын осындай сорпа жасауға болады екен. Мақыл біздің аға. Жаңартайық онда оны. Күте тұрмды. Не дейді? Күте тұрай, мұна аға. Біз сатып аламаймыз ба не бәле? Не істерімді білмей атырмын, күте тұр. Тамақ жасаудан ол жазылды да. Вообще бұл іске просто керек емес ол. Магазинде ол фермадан бәсе осын сатып алу керек бізге. Еще біз какой-то бір $38 несін сатып аламыз ба, не бәле? Бұл... не білем, чө азғантай? Блин, бұны да енді сай сатып алып отыру керек па, надоел. Как жүр, болды бәсе. Ақшаны аламыз. Жоқ, көріп тұрғандарыңызда ақшаны баяғыдан тезірек тауып отырық, бұл әрине бізге жақсы өте. Бірақ біз 6-шы уровеннен ғана аша аламыз. Қазір біз фермерді аша аламыз ба, фермерді? Мен ойымша, достар, біз фермерді аша алатын сияқтымыз. Кішкене ойнап, видеоны аяқтайық. Тапсырма орындап отыр, көріп тұрсың. Міне, біз енді давайте жұмыскер алайық. Бізге фермер керек. Астыда фермер $500 дейді. Блин, онда оған ақша да жоқ қой бізде. Баканаларды жинастырайық біз. Қаяқа берсем болады оларды. Мынау холодильникте сақталып тұрады екен, біздің заттарымыз. Мақыл. Бәсе неге оны өзім қолдана алмаймын деймін да. Как что-то бізде еще $38 заты бар деді ғой, Тоқта, ол жерін, жерден көреміз. $38 нормально бұл да. Давай соны заказ беріңдер, бәсе соны заказ берсеңдер. Бізде дайын алады. Мына пешімізді бар ғой, бір түрлі пеш екен да. $200 бір нормальный пеш әпермесек. $200 деп қойым, $200 бар ма бізде? Бар екен. $200 бар ма деп қойым, смело бар ғой. Бірақ пеш бар ма, $200? Міне, істеп қойды, осыған істемді, шөмі. Қара, тез істелінеді. Бәсе тез істелінеді. Достар, бүгін видеода біз енді бастап отырық, достар. Енді келесі видеода біз бұдан да мықтырақ қылып дамытатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біз уже былай дамып кеттік. Қазір енді тағы бір картопты ашу керек осы жерден, көріп тұрғандарыңыздай. Жинап кете салайын. Кішкене түсірек тағы. Біздің мақсатымыз енді ақшаны көп жинау. Енді көп адам келу керек бізге еще. Мынау мықтадан бір гитарист кетті ғой. Мақрауын қабылдадық. Адамдарды қабылдайтын мықты ассистенттер керек. Біз жұмыскерлерді алайықшы тағы бір. Қабылдап тұратын адамдар керек.
жақсы адамдармы? Ақшаны көп беріңдер, давай, бізді ренжімеңдер, бірақ біз күрішті менюдан алып тастаймыз, оны мына жерден алып тастаймыз. Где тұр? А чё оны алып тастай алмаймыз? В смысле алып тастай алмаймыз? Көп тұстар ма? Алып тастай алмаймыз біз? Ладно, мақұл, алмаймыз оны. Бірақ күріш заказ бермей қоясыңдар ғой онда. Оны алып тастау керек та бізге. Бізге фермерге ақша жинау керек достарынан. Теріп отыратын жағдай жоқ. Міне ақша тез жиналып жатыр. Хотя мынаны алады шығар, мыналар. Неге бермей жатыр? Да, ақша ема уже 100 не болыпты да. Бұл жақсы, как күте тұрыңыздар. Онда біз үлкен орындық жасақтасақ, неға? Отбасылық қылып не алайық та онда, достар? Солай дұрыс болады шығар. Тоқтана жерде мен білдірді. Сонда қандай айырмашылығы бар мынаның? Сток 6. Бір жақсы жақтары жоқ па не бұлардың? Алып отырық қой біз. Міне астында жазылып тұр екен ғой, мысалға мынау жазылып тұр ғой, 50%-ға артық ақшаны төлейтін болады. Вообще. Астында жазылып тұр не ғой? Базар жоқ, онда біз кәдімгілерін сатып ала береміз ба, не істейміз? Сен бір нәрсені көрсетіп тұр емай бізге. Керек емес, оны алмаймын. Сізден алар дейді. Мынау не? $5 сатамын. Ой, астыға қоядың ба, мақұлында? Мына жерге қоя салайық. Қайда қойсақ болады? Сыртқа қой, өзіміздің. Біз сонда ресторан. Бір-бірлеп жасап отырамыз ба? Не бәле бұны? Олай бір-бірлеп жасап отыру уақыты жоқ қой оның. Дамытамай деп ойлатсам мақұлында. Достар, осы фермерге ақшаны жеткіземіз. Потом осымен видеоны аяқтық. Фермерге ақшаны жеткізгеннен кейін қызық болды деп ойлаймын әйтеуір. Өзіме нормально ұнап жатыр. Так, тоқтаңдар, что-то. Давай фермерге ақшаны жинап жатыр, мынаны тастасайық. Что-то адамдар аз келіп отыр, байқадыңыздар ма? Кіріс. Адамдар өзіме қабылдап отырам-ау. Адамдар что-то қабылдамай жатыр ма? Бір нәрсе келген нені кетпай деп қайттан шығарып жіберіп. Давай. Адамдар аз келіп отыр ғой бізде. Вообще келіп жатқандар жоқ. Бірақ орын босап отыр да. Олар өздерінің нелерін қойып алған ба специально? Қара. Жалмауыз 4 адамның орнын не қылып қойған. Қана отырған орындығың ше, må жіберемін. Ладно, нормально. Мына ақшаны көп бере ма не? Жүр, бұл жерден қарау керек бізге адамдар. Мына жерді көріп тұрсыздар ма? Міне мынау гитарист қыз. Кәдімгі,
Нешейді сонда қандай пайдалары бар? Оларын түсіндіре берсеңіздерші. Сатып алсақ болады деген ғой. 31.000 теңге, ё-моё, қандай пайдасы бар оның сонда? 31.000 дейтіндей. Біз қалай қайтамыз? Ё-моё, қалай телепорт етеміз біз? Енді жерімізге қайттан өзіміз баруымыз керек па? Кейіне. Жоқ. Жақын жерде отыр екен ғой, достар. Ё-моё, телефон зарядты өшіп жатыр, достар. Тез жинап тастайық ақшаны. $50 қалды. Давай ақшаны төлесей. Шошып кеттім. Ақшаны төлемей кетіп бардым. Давай, төлеңдер. Көп зат жедің ғой, братан, давай төле. 10 теңгесін ұялмайсың ба? Давай, ё-моё. Давай. Кірсей, братан. Кірсей. Бізге ақша керек, біз фермерді сатып алуымыз керек біз. Бұл афк болып жұмыс жасай берер ме екен? Мен афк болып қалсам да. Сол қызық болып тұр. Так, $500 тап дейді. Сол $500 таба алмай жатыр. Азғантай қалып жатыр ғой. $500 тап. Кірсей. Хотя біреуің тамақ жеп болған шығарсыздар. Мына қары жалмауыз әлі отыр тамақ жеп. Қуады. Еще төлеп кеткен ақшасы 10 теңге. Пожалуйста, ақша жинал. Давай, кішкене қалды. Кішкене қалды. 10 теңге. 10 доллар қалды. Болды, достар. Біз фермерді сатып алдық. Анау келе жатыр, ақшаны береді. Найсқа сатып аламыз біз. Фермерді. Тем более тапсырма да орындалды. Фермерді жүр. Болды, автоматически просто ақшаны тауып қоямыз. Баптандар, достар, осымен видеомызды аяқтайық. Сіздермен бірге болған бұл Жан KZ. Бәріңізге қош сау болыңыздар.